Қайырлы кеш қымбатты көрермен, арнада футбол 24 бағдарламасы бүгін әдеттегідей төрткүл дүние көз тіккен футболдан әлем чемпионаты аясындағы матчтарды талқылаймыз. Оның ішінде әрине кеше Испанияға жол берген Португалия туралы және дәл қазір Египет пен Аргентина құрамалары кездесіп жатыр, және бүгін болатын Швейцария мен Колумбия арасындағы матчқа болжам жасайтын боламыз. Ендеше студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Бүгін бізде студияда Мирлан Алтынбек және әріптесіміз Мери Қалиасқар. Қош келдіңіздер. Енді бірден кешегі матчқа бастасақ, екі бірдей Пиренейлік команда кездесті. Енді өкінішке қарай Роналдо бастаған Португалия құрамасы сүреңсіз ойнап бірден есебімен испандарға жол берді. Жалпы енді Португалияға не жетіспеді деп ойлайсыздар? Кеш жарық, құрметті көрермен, кеш жарық Мери. Менің ойымша бұл жерде Испания өзіндік бір реванш алды. Өйткені бұның алдында финалда Португалия мен Испания кездесті. Ұлттар лигасында. Ол жерде енді Португалияның жеңіске жеткенін біз бәріміз көрдік. Тартысқа толы матч болды. Әрине осы ойыннан кейін испаниялықтарда бір былайша айтқанда гештальт қалып қойды. Сол гештальтті бүгін кеше орындады. Матчқа келетін болсақ, енді матчта көпшілік айтып жатыр ғой, енді Роналдоға әріптестері көмектеспей жатыр, пас бермейді, немесе белгілі бір саботаж бар сияқты бір команданың сапында, құрамында. Менің ойымша бұл шындыққа жанасатын әңгіме сияқты, өйткені матчты қарасақ, біз матчтың кезінде де, матчтан кейін де Роналдоға бір қолдау білдірген командаластарымыз көрген жоқпыз. Жұбатып, көңіліне аулап, керісінше қарсылас команданың ойыншысы Ямаль Роналдоны құшақтап, оған түсіністік танытып, өйткені кім біледі, енді бұл көпшілік айтып жатыр ғой, әлем біріншілігіндегі енді соңғы қатысуы деп Роналдоның. Сол себепті менің ойымша бұл жерде Роналдоға сәттіліктен бұрын командаластарының бір қолдауы жетпеген сияқты. Қолдауы сенімі. Енді бірінші кезекте мына Роналдоның осы әлем чемпионатынан осылай қоштасуы, бұл футбол үшін, футбол жанкүйерлер үшін және өзім үшін жалпы бір қаралы, күн қаралы бір сәт болды десек болады. Сондықтан өзімде міне бүгін қара киіммен келдім. Енді Португалияға келетін болсақ, бұл жерде құрамы мықты ойыншылары, сен тұр мен атайын дейтін сайдың тасында іріктелген ойыншылар, бірақ сол құрамның өзінің әлеуетін көрсете алмауы басты мәселе сода болып тұр. Әлемнің үздік ойыншылары бар, жаңағыдай жартылай қорғаушылары. Не жетіспеді, командалық ойын жетіспеді ме? Бірге алмады, ауызбіршілігі жоқ. Бір-бірін мойындамай, әркім көрпені өзіне қарай тартып, сол ақыра аяғымен осындай. Олар негізі ауызбіршіліктер бірінші ойыннан бастап көрінді, Өйткені жекелей алатын болсақ, Португалияның ұтылатында ешқандай бір себеп болған жоқ. Өйткені екеуі де тең дәрежедегі көрші елдер, көрші құрамалар бір-бірінің ойындарын жақсы біледі, жақсы зерттеген. Былайша айтқанда Реал мен Барсаның текетіресі сияқты ғой, бұл екі елдің текетіресі. Жекелей алсақ, әр ойыншының Португалияның, Витинья болсын, Мендеш болсын, барлығы шебер ойыншылар. Бірақ өздерінің бір ішкі шынайы ниеттерін бар күшін бір салмағандай көрінді. Бұл өте бір, мен үшін, жалпы Португалия үшін өкінішті жағдай сияқты менің ойымша, жанкүйерлер үшін әсіресе. Және Испанияда жүйе бар, жүйе. Ал Португалияда көрдіңіздер, керісінше әркім жаңағыдай Витинья болсын, Невеш болсын, тек өздерін ғана көрсеткісі келді, және Роналдоға да бірінші матчтан бері көріп жатырмыз ғой, дұрыс пас бермеді, сондай бір келеңсіз жағдайлар болды, және ойын осылай аяқталды дейсің. Енді Роналдоды үздік өнер көрсетті деп айта аламыз осы әлем чемпионатына. Енді 6-шы әлем чемпионаты, соңғы әлем чемпионаты бір басқа әлем чемпионаттарымен салыстырмалы түрде. Қай мундиалда жақсы ойнады деп айта аласыздар? Өзінің осы матчтан кейінгі сұхбатында Еуро 2016-да финалда Франциямен кездесіп оларды жеңді ғой. Былай алып қарайтын болсақ, Еуро болсын, әлем біріншілігі болсын, көбіне ақтық сындарға дейін баратыны бұл еуропалық командалар. Жалпы әлем біріншілігі болса да, Еуро болса да. Сол еуропалық командалардан өтіп, соңында мықты азулы Франциямен кездесіп, сол кездегі алаң қожайындары. Соларды минималды есеппен болса да жеңіске жетті. Бұл Роналдо үшін үлкен жетістік, өзінің айту бойынша да, жанкүйерлерінің санауы бойынша да. Мен ойымша бұл расымен де бір әлем біріншілігін жеңумен пара-пар нәрсе. Яғни ол алдын ала сол гештальтқа жаңағы өзінің бір үтірін, нүктесін қойғандай болды. Ал әлем біріншілігін жеңгенде әлбетте бұл қосымша бір бонус болар еді. Ешбір артықшылық жоқ деді ғой, жаңағы алдыңғы чемпионаттың терезесі тең
бірдей ойын болды Испаниямен, және осы турнирде де Роналду барынша өзін көрсетуге тырысып бақты, бірақ жанындағылар қолдамады. Жаңағыдай бұрынғыдай ойын Кино жоқ. бөлмесіндегі бір ішкі атмосфера дейміз ғой, әсер етті. Бірінші матчта біз ана Конгомен көрдік қой қалай ойнағандарын. Иә, тең есеп 1-1. Сол кезден басталып осы әңгіме қозғала бастады. Роналдуға қолдау көрсетпей жатыр деп. Ал екінші матчта осы олқылықтың орны толғандай болды. Иә, Өзбекстанмен кездесті ғой. Өзбекстанмен кездесті. Қателеспесем, 5-те Ресеймен жеңіске жетті. Барлығы ойлады, міне Роналду оралды. Өзі де айтты ғой. Иә, мен оралдым деп өзі де айтты. Онан соң үшінші матчта Колумбиямен кездесті. Бұл жерде қайтадан мәселелер көріне бастады. Оның үстіне Колумбия гол соқты. Ол кішкентай аяғының ұшы офсайдқа еніп кетіп, былайша айтқанда аман қалды жеңілістен. Осы сәтте былайша айтқанда қоңырауға белгі ғой, былай айтқанда Португалияға. Мері енді өзің қалай қабылдадың жалпы? Роналдудың фанаты ретінде. Енді соңғы әлем чемпионаты тек қана болса мундиалдың кубогы жетіспей тұр осыған. Бөлмеде өзім жалғыз бір жылап алдым десек болады шығар. Әрине, бұл Португалияның жеңілісі, Роналдудың жеңілісі, және бір дәуірдің көшіп мінекей осындай тірі аңыздың осындай сәтте осындай жеңілісте кеткені өте өкінішті болды. Өзекті өртеді, бірақ енді бүгін көреміз енді. Роналдудың соңынан Месси де кетеді деген ойдамыз. Енді Мирей әріптесім Роналдудың фанаты ғой енді. Мен айтып қойайын, алдын ала мен екеуінің де фанаты емеспін. Месси жанкүйерлері де мен көріп жатса, ойбай, мынау Роналдуны мақтап жатыр деп ойламай қойсын. Бұл жерде мен екеуінің былайша айтқанда бөліп жармаймын. Екеуі де мықты футбол ойыншылары, екеуі де мықты шеберлер. Мен өзім енді Францияның жанкүйері болғаннан кейін Мбаппенің жанкүйерімін. Ал Мбаппе айналып келгенде Роналдудың жанкүйері, былайша айтқанда содан бастады ғой футболды. Сол себепті бұл енді мундиалда мен Францияға болсам, Франция енді біраз жерге дейін барады деп ойлаймын. Кеше Португалия ойнаған кезде жартылай финалда Франциямен кездесу мүмкіндігі жоғары болатын жалпы. Иә. Қайтадан матч болатын еді. Еуро 2016-дағыдай бір керемет тартысты матчты көретін едік. Жалпы терезесі тең ойын болды негізі кеше. Тек соңғы бір әттеген-ай жаңағыдай қосымша уақытта гол жіберіп алғаны. Әйтпесе өте сақ ойнады Португалия. Екінші тайымнан қосылған тың ойыншылар. Ферран Торрестің пасы. Және Мерино джокер болып жаңағыдай гол салып кетуі. Негізі қосымша уақытқа ұласып одан кейін пенальти болса, онда Португалия әбден мүмкін еді жеңіп кету. Өйткені қақпашысы да, жалпы пенальти орындау шеберлігі де өте мықты. Енді артынша Бельгия ойнамаса ақш-пен кездесті алаң иелерімен. Жалпы 4-1 есебі тіркелді. Оның алдында да даулы мәселелер болды. Дональд Трамп айтты. Жалпы қалай матч? Бельгияның қарқынын қалай бағалайсыздар? Ашулы шықты ғой Бельгия. Енді мен алдын ала айтып қояйын, бұл матчты мен көрген жоқпын, өйткені сәл қолайсыздау уақытта болды, қателеспесем түнде. Бірақ енді нәтижені көрдім, оның алдындағы шуды да естідік бәріміз. ақш президенті Дональд Трамп жаңағы Америка құрама штаттарының сапындағы бомбардир, қателеспесем, Балагун деген ойыншыны қызыл картасын алып тастап, уақытша кейінге шегеріп, бір жылға оны алаңға шығартқызды. FIFA президенті Инфантиноның рұқсат өтініш білдіріп оған. Бірақ осы мәселе менің ойымша керісінше қарсылас команданы одан сайын қанаттандырып, ызаландырып, былайша айтқанда, олардың рух жігерін мықты қылып, матч барысында олар соны көрсетті, дәлелдеді. Керісінше өздері олар қарсылас командаға былайша айтқанда күш берді, ерік жігер. Менің ойымша бұл енді мен сынағым келмейді, бірақ сәл саясатты спортқа араластырмаған дұрыс еді негізі. Бір өкініштісі сол, Трамп көкеміз жаңағы Инфантиномен әмпай-жәмпай болып жаңағыдай қызыл қағаз алған сезілді. Футболға да әділетсіздік келді, міне орнап жатыр, өзіміз көріп те жатырмыз. Бельгия өз ойынын ойнады, Американың қорғаушыларын көрдік, қорғанысын көрдік, сылбыр ойнады, және Бельгия өз деңгейінде осы ойынды алып шықты. Және ең аяғындағы Лукакудың гол салып, Трамптың биін билегені де барлығы әдемі кетті. Енді олар ширек финалда Бельгиямен енді кешегі Испания құрамасы кездеседі. Оған қатысты болжамдарыңыз қандай? Енді екеуі де Карл-Руктың командасы, екеуі де қос мықты. Кім өтуі мүмкін жартылай финалға? Бұл жерде менің ойымша екеуінің де мүмкіндігі тең демей ақ қояйын, бірақ 60-40 Испанияның пайдасына. Бір бас жоғары, бір бас жоғары, 60-40 Испанияның пайдасына. Өйткені Испания енді Португалияны жеңгеннен кейін, олар өздеріне деген сенімділігі артады. Олар осы әлем біріншілігінде бекер жүрмеген сезеді. Оның қасында енді Бельгияны да
талай кездескен команда ғой, олардың да қалай ойнайтынын біледі. Сондықтан мен ойымша испаниялықтардың мүмкіндігі бір саты болса да жоғары. Сіздің ойыңызша есеп қаншада қанша болып тіркелуі мүмкін? Испания мен Бельгия арасындағы ойын енді көп гол көрсек деген үміттеміз, бірақ енді Испания бірінші кезекте оларда жүйе бар, бір-бірін жақсы түсінеді, әрі бір командадан жинақталды десек те болады. Басым бөлігі Барселонаның ойыншылары. Иә. Кешегі ойында да, Португалиямен болған ойында да олар өте сақ ойнады және ойынның соңына дейін ешбір жаңағыдай матчтың басындағы бағытынан жаңылмай сол қойылған жоспармен аяғына дейін ойнап шықты және қосымша уақытта гол салып, мінекей өзінің нағыз лидерге тән қасиетін көрсетіп бақты. Және Бельгияны ұтады деген ойдамыз. Енді шамамен 3-2 бәлкім. Бірақ енді доп-домалақ, сондықтан әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Төрешінің бір факторы әсер етуі мүмкін, ауа райы әсер етуі мүмкін, немесе бір жаңағы қызыл карточка Испанияның құрамасында сапында біреу алып қалса, ойынның өрнегі мүлдем басқаша. Жоқ дейсіз ғой футболға. Иә, мүлдем басқаша. Аяқ асты бәрі өзгеріп кетуі мүмкін. Сондықтан бұл жерде бақ шаба ма дейді. Сондықтан кімнің асығы алшысынан түседі, сол жеңімпаз атанады. Бұл Бельгияның алдың құрамы емес қой негізі. Ол 2014-2018. Ал Испанияда қосалқы құрамда отырғандардың өзі әне шығып ойынның жаңағыдай нәтижесін өзгертіп жатыр. Енді дәл қазір Аргентина мен Египет құрамалары кездесіп жатыр. Аргентина құрамасы ойынның 78 минутында есеп айырмасын қысқартып 1 гол соғып кетті. 1-2 есебі дәл қазір сондай есеп тіркелді. Енді қалай ойлайсыздар, ойын соңына дейін осы есеп сақталуы мүмкін бе? Жаңағы оның алдында бір 5-10 минут бұрын Египет құрамасының 1 гол. Қанша минут қалып тұр ойынның аяқталуына? Ойынның қазір 80 минут, 10 минут бар әлі. 10 минут бар. Енді егер қосымша минуттар қосқанда бір 15-20 минут. Егер Египет жеңсе, онда сүйіншіңізді беремін. Жақсы жаңалығыңыз болса. Өйткені әділеттілік болу керек деп ойлаймын. Роналду кетті. Роналду шыққаннан кейін Месси ашу керек дейсің. Онда иә. Оның үстіне Лионель Месси бағана пенальтиді орындай алмады. Оған қалай ойлайсыздар? Дұрыс берді ме пенальтиді? Көрдіңіздер ғой жалпы, иә? Көрдік. Бұл жерде енді жаңағыдай Аргентинаның ойыншысы қай-қайсысы құласа да бірден төрешілер пенальтиге нұсқап жаңағыдай әзіл аралас көп айтылып жатыр ғой жалпы. FIFA-ның жобасы дейді Месси. Иә. Ойын соңына дейін негізі Аргентина гол соқса, әрине ешқайсымыз да таңғалмаймыз, өйткені Египет қазір енді 2 гол соғып қорғанысқа жатуы мүмкін. Сол себепті Аргентина шабуылдайды. Шабуылдардың бірінде пенальтиде қайтадан беріліп қалуы мүмкін. Сондықтан аргентиналықтар үшін 10 минут, бұл басқа команда үшін бір 20-25 минут сияқты ғой, былайша айтқанда. Психологиялық тұрғыда сынып қалды деп ойлаймын Аргентинадан. Мессидің салмауы, көшбасшының осылай сылбыр ойнауы, және де бірақ Египет құрамасынан ешкім күтпеді мынандай ойында негізі. Өз басым мен күткен жоқ, мен ойладым. Мысалы қорғанысы. Иә. Осы уақытқа дейін, мысалы осы жаңағы 80 минутқа дейін Аргентина кем дегенде бір 2 гол соғады, ары кетсе 3 гол. Египет 1 гол соғады, сонымен шектеледі. Бірақ біз көріп тұрғанымыздай футболда алдын ала болжау мүмкін емес. Қақпашының өзі қалай тұрып жатыр, қаншама сейв жасады бағанадан бері. Бұл өзі қазір қақпашылардың чемпионаты болып кетті ғой, жаңағы Вазиния бар. Қақпашылар өздерін жақсы қырынан танытып, жаңағыдай топ клубтарға ауысады деген ойдамын енді осы. Иә, мүмкіндік жоғары. Чемпионатынан кейін. Енді сондай-ақ түнгі 1-де Швейцария мен Колумбия құрамалары кездеседі. Енді екеуі де деңгейлес команда. Екеуі де деңгейлес команда. Қандай болжам жасайсыздар? Бірақ енді Швейцария 2-1 есебімен жеңіске жетеді деген ойдан. Колумбия әрине мықты, мығым, бірақ Швейцарияның тәжірибесі де жалпы бағыт бағдары да әлдеқайда. Швейцария негізі былай алып қарағанда командалық ойынға арқасы. Иә, командалық ойын жақсы, тәртіп жақсы, бұл жақта дисциплина. Бірақ алғашқы матчты еске түсірсек, Катармен болған. Сәл сенімсіздеу ойнады. Иә, әрине шабуылдады, бірақ тек жалғыз гол соқты. Ойынның соңында катарлықтар есеп теңестірді, баспен гол соқты. Бірақ одан кейінгі ойындарды алып қарасақ, иә, қателеспесем Босния Герцеговинада бірінші таймда есеп ашылмады. Қателеспесем 78 ба 80 минуттарда иә гол соға бастады. Одан кейін қарсылас команда қызыл карта алды босниялықтарда. Одан соң 3 гол, иә 4 гол. Жалпы алғанда 4 гол соқты. Бір гол Алжирді ұтты. Иә, одан кейін Алжирді ұтты. Былайша айтқанда, иә, өздеріне бір сенімділік пайда бола бастады менің ойымша швейцариялықтар. Бұл жерде енді тәртіп бар команда меніңше жеңіске жететін сияқты. Иә, бұл жерде бастысы тәртіп, команданың құрамында небір жұлдыздар болуы мүмкін, бірақ оны көрдік қой кешеден бері. Небір жұлдыздар болса да жеңіліп жатыр, ойынға ешбір анау айтқандай әсер етіп жатқан жоқ.
Енді кейбір сарапшылар Колумбияны ұзаққа барады деп болжап отыр. Оған қалай ойлайсыздар? Олай да болуы мүмкін. Өйткені Топтық кезеңде жақсы ойнады. Өзбекстанда өтті. Ең алғашқы матчта Өзбекстанмен ойнады. Гол соқты. Мунис, бірінші голды Мунис соқты, одан кейін есеп теңестірді өзбек ойыншысы. Одан кейін соңында 2 гол соғып, қорытынды есеп 3-1-мен жеңді. Онан соң Конгомен ойнады, сосын Португалмен ойнады. Колумбия құрамасы жалпы қай командаға болса да өзі бір ыңғайсыз қарсылас қой. Эквадор сияқты бір ұқсас ойындарда. Тулар да ұқсас, командалар да, ойындар да ұқсас. Алдын ғана Оңтүстік Америкада өздерінің аймақтық біріншілігін алып қарайтын болсақ, қателеспесем, Аргентинамен финалға дейін жетті. Аргентина финалда минималды есеппен жеңілді. Осы ғана қарап айтуға болады, Колумбия мықты азулы қарсылас. Өте тыңғылықты дайындықпен келген. Мүмкіндіктері сол жаңағы өзіңіз айтқанда Испания мен жаңағы Бельгия сияқты 60-та 40 сияқты меніңше. Швейцарияның. Бірақ бір қызға айта кетейін, аргентиналықтар есеп теңестіріп кетті, 2-2 болды осы орайда. Айттым ғой жаңағыда, мен гол соқса мен таңғалмаймын. Енді бұл жерде керісінше енді бағана кейбір сәттерде төреші тоқтатпай жатты дедің, Мысырға қарсы ойын тәртібін бұзған кезде, одан кейін аяқ астынан пенальти берді деп қынжылдың. Енді қазір 2-2 болып кетті. Енді қазір тағы да бір сондай бір момент болып жатса. Месси соқты. Лионель Месси ойынның 83-ші минутында. Тағы да бір сондай момент болып жатса, тағы да пенальти не болмаса жаңағыдай төрешілердің ұрып кетуі әбден мүмкін. Енді Египеттің нағыз осындайда танытады деген ойдан, осы чемпионатқа тегін келмегендігін. Кабо Вердемен болған ойын көрсетті ғой. Аргентиналықтарға ешқашан босаңсуға болмайды. Бұл жерде оңай қарсылас жоқ. Кез келген команда бұл мықтылық өзінің жаңағы бар күшін салады. Енді басты фавориттеріңізге тоқталсаңыздар, енді бір командалар аз қалды ғой өзі. Негізі Роналдоға болысқанмын. Жалпы қазіргі құраммен және осы чемпионатта барлығымыз кинодағыдай осы Роналду кубок ұстап сондай бір сәттің куәгері болғымыз келді, бірақ енді барлығы өзгеше болды. Жалпы Франция осы Қазақстанға 2022 жылы келген кезде ойын тікелей көргенмін өз көзіммен және тәнті болдым. Дешаммен фотоға түсірдіңіз? Және олардың құрамы өте мықты, ойыны да мықты, бір-бірін өте жақсы түсінеді. Диктатор болса да болмаса да әйтеуір барлығы жоғары деңгейде ойын өрнегін көрсетіп жатыр. Қай-қайсысы да Франция бір ауыздан чемпион болады деген ойдамын. Сіздің ойыңызша? Енді мен Францияның фанаты ретінде менде Францияға болсам, оларға сенем. Бірақ бейтарап ретінде кім алады деп ойлайсыз? Әлде сол Франция 100% алады? Енді бейтарап алатын болсақ, Норвегия да мықты. Норвегияны жеңді ғой, да, былайша айтқанда. Бірақ енді ол кезде Норвегия екінші құрамын. Екінші құрам болды. Холландтар ойнаған жоқ. Холландтар ойнаған жоқ. Менің ойымша Франция егер де ұшатын болса Мароккодан, онда Испания чемпион атанып кетуі мүмкін. Кеше ойынмен чемпион болады деп ойлайсыз? Аргентинада чемпион болып кетуі мүмкін. Бірақ Францияға неге мен чемпион болады деп ойлаймын, өйткені 4 жыл бұрынғы чемпионатта олар финалға шығып өте өкінішті жағдайда жеңіліп қалды ғой. Меніңше сол олқылықтың орнын биыл толтыруға әбден тырысады. Үшінші рет қатарынан финалға барады деп? Өйткені олар енді кешегі Парагваймен болған ойында барлық құралдарды пайдаланды ғой, өздерінің жаңағы былайша айтқанда қарсыластың айла тәсілін өздеріне қарсы қолданды да. Оған дейінгі ойындарда барлығында кем дегенде 3 голдан соқты. Барлық Норвегияда өте тамаша ойын көрсетті, бірақ парагвайлықтардың қитұрқы әрекетіне франциялықтар араңдатуға ермей, жол бермей, өздері былай айтқанда лайықты жауабын қайтарды. Олардың енді жаңағыдай лас ойын деңгейіне түскен жоқ, меніңше былай айтқанда. Англияда бар. Англияда бәлкім Франция мен Англия. Сол батыс Еуропа құрамалары ғой, сосын жаңағы Аргентина, әлбетте, оны есептен шығармаймыз. Англия құрамасы қазір өте мықты, ешкім көпшілікті таңғалдырып отыр. Кейн болсын, Беллингем болсын, екінші тынысы ашылып, қазір өте жақсы ойнап жатыр. Енді Мароккоға қалай тоқталасыз? Ертең Франция ойнайды. Өте қиын ойын болады, бірақ Мароккода өте мығым жақсы ойыншылармен командалық ойынға арқа сүйейді. Алдыңғы сол чемпионатқа қайтадан оралатын болсақ, Франция мен Марокко жолдары түйісті, олар ойнады. Тіпті сол матчтың алдында Мбаппенің өзі әзілдеп, досы Хакимиге, ой, Хакими сен мен досым болсам да, бірақ ешқандай ренжіме, біз сендерді жеңеміз деп жаңағы айтып, уәдесінде тұрып 2-0-мен жеңді. Менің ойымша бұл матчта марокколықтар сол есесін қайтаруға барынша тырысады. Өте сақ ойнау мүмкін, қорғаныстан ойнау мүмкін. Бірақ Франция дегенмен енді әр ойыншының жеке шеберлік классына байланысты олар
қайткен күнде де гол соғып кетеді, кем дегенде 2-3 гол соғады. Өйткені алдыңғы ойын оларға сабақ болды Парагваймен. Бір голды әрең дегенде пенальтимен соқты. Бұл жолы бұл матчта мен ойымша бірінші таймда бұлар 1-2 голды соғып тастап отырса, өйткені алдын ала мәселені шешіп тастау керек Францияға. Сол бір гол қысқа есеп па? Иә, марокколықтар бір голды соғып кетуі мүмкін. Иә, пенальтиден болсын, алыстан бір соққы болсын, оның ішінде жаңа Унай дейтін жақсы бір ойыншы бар. Гай бар. Иә. Көптеген жақсы ойыншылар бар. Тек шаршап қалмаса олар осы уақытқа дейін. Алыстан тепкіштер бар ғой негізі. Сондықтан бұл жерде Франция енді қанша дегенмен бір 65-те 35 дейік па, 70-те 30 Францияның сатысы жоғары енді. Енді Мерей, Мерлан, енді бізді тікелей эфир өздеріңіз білетіндей уақыт шектеулі. Енді осыған түн ортасына қарамастан келіп осы студиямызға ойларыңызбен, болжамдарыңызбен бөліскендеріңізге алғысымыз шексіз. Рахмет. Қымбатты көрермен, осы жерден бағдарламаны аяқтауға мәжбүрміз. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.